Алматыға келген ең басты себептерінің бірі осы. Қазақстан-Дания матчын көруге келдім. Достарым да осында. Осыдан 3-4 күн бұрын Словениямен ойынға келдім. Бүгін мен түсіп осы ойынды көруге келдім. Арнайы шыны керек. Қандай 30 мың халықтың арасында бірінші рет болып тұрмын. Қапты қоймайды. Базар болдым. Өкінішке орай 1-0 есеп. 23 минутта Neyden жай кірді? Оңай емес. Мықты соперниктер. Шыны керек, Қазақстан ұлттық құрамасынан бұндай ойын күтпедім. Өте нашар деңгейі бар ғой. Айта алмаймын. Сұмдық. Жігіттер, бітер бұдан сояқ, жігіттер. Қазақстан ойыннан кәдімгі қарнымыз ашып тұр. Бір жағынан, екі жағынан. Қармаш тұр, қармаш тұр. Қатты сұмдық. Өте нашар ойын. Көңіл толмай жатыр. Оянбаса білмеймін. 5-0 кетеді ғой. Күліп кетті ол бізге. Шашындіктер анаулар. Болельщиктер вообще керек емес. Ақадап тұратын жөн. Лучше Данияның болельщиктерін тыңдап тұра берген дұрыс сияқты. Ата базар болады. Форма келді, шығам өзім. Шығады. Защитада ойнап берді. Осыншама адамды көз ашып жатыр деп айтып жатыр. Мынаншама адамдар қуанып жатыр деп айтып жатыр. Салмаса бар ғой, шығып кетеміз. Шығып кетеміз, салмасаң. Алматы айтамыз. Oh, hello. Congratulations. Kazakhstan champion, yes? Yes, okay. Kazakhstan is beautiful. Yeah, okay. Хорошо, давайте.